Сәлеметсіңдер ме балалар? 59-шы сабақ құрылысшы деген тақырып бойынша бүгін біз сендермен тапсырма орындайтын боламыз. Біздің орындайтын тапсырмамыз 33-ші тапсырма. Бұл жерде екі жолдан тұратын мақал шығу керек. Бірінші мақалымыз ақыл жастан шығады, екінші мақалымыз асыл тастан шығады. Және де сөйлем мүшелерінің астын тиісті сызықпен сызу қажет. Бірінші сөйлемде бізде ақыл жастан шығады, яғни шығады не істейді, не шығады, ақыл шығады, жастан шығады, неден шығады. Яғни бұл жерде бізде ақыл шығады сөйлемнің тұрлаулы мүшелерінің қызметін атқарса, жастан деген сөзіміз сөйлемнің тұрлаулы сыз мүшесін атқарады. Келесі екінші мақал асыл тастан шығады. Шығады не істейді, не шығады, асыл шығады. Қайдан шығады? Тастан шығады. Яғни асыл шығады деген сөзіміз сөйлемнің тұрлаулы мүшесін атқарады, ал тастан деген сөзіміз сөйлемнің тұрлаусыз мүшесін атқарады. Келесі біздің орындайтын тапсырмамыз 34. Бұл жерде бізде суреттегі сөз зат атауларының алғашқы әріптеріне сөз құрап жазу керекпіз. Яғни бізде шығатын сөзіміз пирамида. Пирамида бойынша түсініктеме беретін болсақ, бұл бейбітшілік пен келісім сарайы. Қазақстанның елордасы Астананың басты көрікті орындарының бірі болып табылады. Енді келесі орындайтын тапсырмамыз 35-ші тапсырма. 35-ші тапсырмада біз сөйлемді рет-ретімен орналастырып мәтінге ат қою керекпіз. Енді мәтіннің аты мұз айдыны. Бірінші сөйлеміміз балалар мұз айдынға келді. Екінші сөйлем Жандос пен Гүлназ коньки теуіп жүр. Үшінші сөйлем Айжан мұнда бірінші рет келген еді. Төртінші сөйлем ол әлі өздігінен коньки тебе алмайды. Келесі бесінші сөйлеміміз оған достары көмектесті. Яғни осылай біздің мәтініміз толықтай шықты.